Мемлекеттік рәміздер терең тарихи тамыры бар ерекше құбылыс. Қазақстанда мемлекеттік рәміздер алғаш рет 1992 жылы 4 маусымда бекітілді. Бұл күн еліміздің тарихында мәңгілікке енді. Қайырлы күн, достар. Осы айтулы күннің қарсаңында баршаңызды Қазақстан Республикасы мемлекеттік рәміздеріне арналған бейне турға шақырамыз. Командующий гвардии генерал Токпакбаев доставит государственные символы, президентский штандарт, новую столицу Акмолу. Еліміздің тәуелсіздігін жариялау мемлекеттіліктің негізгі атрибуттарын қабылдаумен тығыз байланысты. Тәуелсіздіктің таңы арайлап атқан шақта қазақ халқының ұлттық сипатын, елдің саяси басымдықтарын паш ететін жаңа рәміздер қажет болды. 1992 жылы 6 маусымда Алматыда өткен Қазақстан Республикасы жоғары кеңесінің сессиясында жаңа мемлекеттік рәміздер таныстырылды. Ал 1997 жылы 8 қарашада мемлекеттік рәміздерінің эталондары еліміздің жаңа астанасына жеткізілді. Жаңа Елордада президенттің бірінші резиденциясында 7 жыл бойы Қазақстан Республикасының мемлекеттік рәміздерінің эталондары сақталды. Музей ғимараты резиденция міндетін атқарған уақытта дәл осы жерде мемлекеттік рәміздердің тұсында республикалық ұланның құрметті қарауылы қойылатын. Тәуелсіз Қазақстанның алғашқы рәміздерін жобалау жалпы ұлттық сипат алды. Бұл патриотизм айқын дәлелі болды. Ең үздік жобалар байқауына еліміздің талантты ақындары, композиторлары, суретшілер мен сәулетшілері қатысты. Байқауға тудың 1200, елтаңбаның 245 және әнұранның 750 нұсқасы ұсынылды. Достар, біз Қазақстан Республикасы тұңғыш президентінің жұмыс кабинетіндеміз. Мемлекеттік рәміздер президент кабинетінің міндетті атрибуттары. Сіздердің назарларыңызға еліміздің көк туы ұсынылған. Оның авторы Қазақстанның еңбек сіңірген өнер қайраткері, суретші Шакен Ниязбеков. Геральдика дәстүрінде әрбір түс белгілі бір ұғымды танытады. Аспандай көк түс адам бойындағы адалдық, тазалық, сенімділік, мінсіздік сияқты қасиеттерді білдіреді. Қазақстанның туы бұл ашық аспан, бейбіт өмір мен игілікті білдірсе, монохромды фоны еліміздің біртұтастығын бейнелейді. Күн байлық пен молшылықты, өмір және күш-қуатты бейнелейді. Сондықтан еліміздің туындағы күн шапағы дәулеттілік пен бақуаттылықтың символы, алтын масақ пішінде берілген. Күн астында қалықтаған бүркіт мемлекеттің қуат күшін, оның егемендігі мен тәуелсіздігін, биік мақсаттар мен жарқын болашаққа деген ұмтылысын танытады. Мемлекеттік тудың сабының тұсына, тігінен ұзына бойына кескінделген ұлттық өрнектер, оның маңызды элементтері. Қазақ ой өрнектері дүниенің көркемдік тұрғыдан қабылдауының халықтың эстетикалық тағылымына сай келетін ерекше бір түрі, ұрпақ сабақтастығының белгісі. Тумен қатар, тұңғыш президенттің кабинетінде Қазақстан Республикасының мемлекеттік елтаңбасы ұсынылған. Оның авторлары еліміздің еңбек сіңірген сәулетшілері Жандарбек Мәлібеков пен Шот-Аман Уәлиханов. Елтаңба мемлекеттің басты рәміздерінің бірі. Елтаңба герб термині немістің әрбі мұра деген сөзінен шыққан, яғни символдық мәні бар үйлесімді пішіндер мен заттың мирастық ерекшелік белгісін білдіреді. Мемлекеттік елтаңбаның орталық геральдикалық элементі көгілдір түс аясындағы шаңырақ бейнесі. Шаңырақты айнала күн сәулесі секілді тараған оқтар шаншылған. Шаңырақтың оң жағы мен сол жағына аңыздардағы қанатты пырақтар бейнесі орналастырылған. Жарты ай тәрізді мүйізі бар алтын қанатты жылқылар мемлекеттің бейбіт саясатын, сонымен қатар олардың әрқашан отан қорғауға дайын екенін білдіреді. Әртүрлі этникалық топтардың өкілдері оқтар тәрізді біздің ортақ үйіміздің қуатты тірегі болып табылады. 5 бұрышты жұлдыз бұл Қазақстанның 5 құрлықтағы барлық халықтар үшін ашықтығын көрсетеді. Қазақ тілінің әліпбиін кириллицадан латын графикасына көшіру туралы жарлыққа сәйкес, елтаңбаның жаңартылған стандартында Қазақстан жазуы қолданылады. Әнұран мемлекеттің ерекше нышаны. Патриоттық музыкалық композиция мақтаныш пен елге деген құрмет сезімін тудырады. Қазақ елінің тарихында мемлекеттік гимн 2 рет 1992 және 2006 жылдар бекітілді. 1992 жылы егемендік алғаннан кейін Қазақстанның әнұранының музыкасы мен сөзіне байқау жарияланды. Оның нәтижелері бойынша
Қазақ Кеңес Социалистік Республикасының әнұранының музыкалық басылымын сақтау туралы шешім қабылданды. Осылайша алғашқы әнұран музыкасының авторлары Мұқан Төлебаев, Евгений Брусиловский және Латиф Хамиди болып табылады. Әнұранның мәтінін байқауында белгілі ақындар Мұзафар Алимбаев, Қадыр Мырзалиев, Тұманбай Молдағалиев және Жадыра Дарибаеваның бірлескен мәтіні жеңімпаз атанды. Менің Қазақстаным патриоттық әнін Шәмші Қалдаяқов 1956 жылы Жұмекен Нәжімеденовтің сөзіне жазған болатын. Бұл туынды тәуелсіз мемлекеттің жаңа әнұраны ретінде таңдалды. Қазақстанның тұңғыш президенті елбасы Нұрсұлтан Назарбаев әнге мемлекеттік гимн жоғары мәртебесін беру және анағұрлым салтанатты шырқалу үшін музыкалық туындының бастапқы мәтінін өңдеді. Елбасы кітапханасының мұрағатында Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев өңдеген гимн мәтіні бар. Дәл осы нұсқаны барлық қазақстандықтар, әсіресе әлемдегі ең биік спорттық мінберлерде асқан сүйіспеншілікпен орындайды. Жаңа гимн 2006 жылғы 7 қаңтардағы жарлыққа сәйкес қабылданды. Сол жылы 11 қаңтарда «Менің Қазақстаным» мемлекеттік гимні алғаш рет Қазақстан Республикасы тұңғыш президентінің Ақордада өткен инаугурациясы кезінде шырқалды. Биыл Қазақстан өзінің тәуелсіздігінің 29 жылдығын атап өтпек. Еліміздің туы, елтаңбасы және гимні қазақ халқының көптеген ұрпақтарының дербес мемлекеттілікті құру туралы орындаған армандарының нышандары. Бейбітшілік пен келісімнің даңғыл жолымен болашаққа қадам басқан ұлы дала елінің символдары. Мереке құтты болсын достар. Назарларыңызға рахмет. Келесі кездескенше.